Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін назарларыңызға осындай керемет, дайындалу оп-оңай, ортасында құрмадан жасалған начинкасы бар, ауызда еритін сондай жұмсақ печеньенің рецептімен бөлісемін. Сіз бірақ алдымен қазір менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, менің барлық видеоларым сізге көрінетін болады. Ал енді біздің осы керемет печеньемізді дайындауға кірісейік. Ең алдымен салмасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге осындай өте жұмсақ құрма керек. Бұл жерде шамамен 18-20-дай құрма. Граммен есептейтін болсақ, шамамен бір 200 грамдай құрма керек. Осылай кесіп, ортасындағы сүйектерінен тазалап аламыз. Егер сіздің құрмаңыз осындай жұп-жұмсақ болса, шанышқының көмегімен езуге болады. Егер құрмамыз шамалы құрғақтау, осындай қаттылау болса, онда мясорубкадан өткізіп, езіп алсаңыз болады. Осылай шанышқының көмегімен жақсылап езіп араластырамыз. Осымен біздің печеньеміздің салмасы да дайын болды. Енді біз қазір печеньені дайындаған кезде қамырмен бірге салмасын алатын болсақ, кішкене олар жабысқақ болып мазамызды алады. Сол үшін ең алдымен біз ортасына салатын начинкамызды, яғни салмамызды ыңғайлап дайындап аламыз. Ол үшін алақаныңызға осындай сары майды шамалы жағып, бір шай қасықтан шамалы аздау етіп осылай аламыз құрманы. Біз сары майды жаққан кезде ол қолға жабыспайтын болады. Сосын осылай домалақтап дайындап аламыз. Сол кезде біз қазір қамырын дайындап, печеньені жинайтын кезде біз салмасы қолымызға жабысып, мазамызды алмайды. Дәл осылай домалақтап барлығын дайындап аламыз. Печеньені жасауға өзімізге ыңғайлы болады. Шамамен осы жердегі 18 құрмадан менде осындай дөңгелектер 25-24 штук шықты. Міне осылай біздің барлық ортасына салатын начинкаларымызды дайындап қойдық. Енді осының барлығын бір шетке шамалы қоя тұрамыз, және де енді біз қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында жұмсақ болып тұрған 110 грамм осындай сары май қажет болады. Және де 60 грамм қант, бір жұмыртқа керек, және де 60 грамм сұйық май. Осының барлығын араластырамыз. Бұл жерде сіздің майыңыздың, сары майыңыздың жұп-жұмсақ болып тұрғаны маңызды. Осылай араластырғанда жақсы араласатын болады. Миксердің көмегімен де араластыруға болады. Мен осылай жай ғана венчикпен араластырып алдым. Енді осының үстіне 300 грамм ұнды одан артық салмаңыз, және де жарты шай қасықтай қамыр қопсытқыш керек. Екеуін шамалы араластырып, сосын біздің сұйықтықтың үстіне салып, жақсылап араластырып жұмсақ қамыр жасаймыз. Бұл жерде сіздің печеньенің ауызда еритін қамырының жұп-жұмсақ болуы осы ұнның мөлшеріне байланысты. Ұн егер көп салатын болсаңыз, печеньенің қамыры кішкене қатайып қалады. Сол үшін 300 граммнан артық қоспаңыз. Осындай қолға жабыспайтын өте әдемі иілгіш сондай қамырымыз дайын болады. Енді шамамен біздің салмамыздан, яғни начинкамыздан 2 есе үлкендеу қылып осылай домалақтап аламыз, және де оқтаудың көмегімен дөңгелетіп жайып аламыз. Қамыр сары майдың және де сұйық майдың көмегімен осындай жабыспайтын болады. Сондықтан астына ұн ештеңе сеппейміз, жай ғана осылайынан оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Ортасына салмамызды салып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ортаға жинаймыз, және де осылай артық қалған қамырын ақырын алып тастап, біздің басқа қамырларға қоса саламыз. Сосын өзіңіздің печеньенің дөңгелек осындай форма береміз, әдемілеп. Міне біздің печеньемізді дайын болды. Дәл осылай барлық қамырдан және барлық салманы салып, біздің печеньеларды дайындап аламыз. Дәл осы жерден мен печеньенің үстіне осындай кішкене болса да узорды жасағанмын. Бірақ мынау дәл осы озвучка жасаған кезде ожау ма аты қалай еді ұмытып қалдым. Комментарияға жаза кетіңіздерші, мынау бауырсақты пісірген кезде осылай алатын ожауды қалай атайды. Дәл осы кезде ұмытып есімнен шығып кетті. Және тек өзіңіздің қалауыңыз бойынша оформление жасағаннан кейін бетіне осындай асқабақтың шемішкесін салуға болады. Ол міндетті емес. Грек жаңғағын да үстіне қоюға болады, миндаль қоюға болады, немесе тіпті ештеңе де қоймасаңыз болады.
Енді біздің печеньяларды 180 градуста алдын ала міндетті түрде қызып тұрған пеште 15-20 минут осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Тіпті 15 минутта жетеді. Ақшыл болып тұрғаны уайымдамаңыз, ол толығымен піседі. Осымен біздің печеньяларымыз дайын. Ортасындағы құрмасымен өте дәмді, осындай ауызда еритін, қамыры да ерекше жұмсақ печеньямыз дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де жаңағы ожаудың аты қалай аталушы еді, соны да бір жазып кетіңіздерші комментарийға. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.